Саламатсыздар, қазақ елі. Ашыбұлақ арнасында таңғы жаңалықтар. Эфирдің жүргізушісі мен Хабидолда Береке. Бүгінгі жаңалықтан көретіндеріңіз. Мектебіміздің оқушылары мен ұстаздары неге қуанышты? Ұстаздар онкүндікке қандай дайындық деңгейінде? Онкүндік аясында қандай жұмыстар жүргізілмек? Осы жайында мен сіздермен бөлісетін боламын. Дәл бүгін 2022 жылдың 24 қаңтарында Көкқайнар ауылы номер 44 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігінің онкүндігі ашылып жатыр. Айта кететін жайт, оқу жылын дәстүрлі форматта бастаған білім ордасы 2022 жылдың 17 қаңтарынан бастап жартылай қашықтықтан және жартылай штаттық режимде оқуды бастаған болатын. Штаттық режимде білім алып жатқан оқушылардың қуанышында шек жоқ. Бүгінде мектеп ордасында қонақта болып қайтқан әріптесімнің айтуы бойынша, оқушылардың білімге деген құштарлықтарын өте жоғарғы деңгейде екендігін айтып өтті. Қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігінің онкүндігі ашылу мақсатында, жұмысты барлау мақсатында Рахымжанова Маржан әріптесім барып қайтты. Тамашалайық. Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Іле ауданы Көкқайнар ауылы нөмірі 44 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің тіл ғұмыры, ұлт ғұмыры тақырыбы аясында өтетін онкүндігін естіп, осында ат басын бұрған едік. Ендеше сол сәттің куәсі бірге болайық. Сәлеметсіз бе ағай? Мектептеріңізде онкүндіктің ашылуына байланысты қызу дайындықтың иісі шығып тұр. Енді қандай дайындық үстіндесіздер? Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Мектебімізде 24 қаңтар мен 4 ақпан аралығында өтетін қазақ тілі мен әдебиет пәнінің бірлестігінің онкүндігі өтпекші, тіл ғұмыры, ұлт ғұмыры тақырыбында. Соған байланысты қазіргі таңда біз мынау бірінші безендіру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Мектептің кіре берісіне осы апталықтың ашылуына байланысты баннерді іліп жатырмыз. Жаңа ғана акт залындағы сахнаны безендіру жұмыстарын аяқтап келдік. Осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз қазіргі таңда. Ал енді онкүндік аясында қандай жұмыстар жүргізілмек? Осы жөнінде білу үшін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әлихан Нұрбашаны сұхбатқа тарттық. Сәлеметсіз бе? Біздің онкүндіктің ашылуына байланысты қазір сағат 12-де құнды білімге құнарлас лотереясы ойнатылып, жеңімпаздарымызға дәмді тағамдар ұсынылады. Биылғы жылдағы ұйымдастырылып жатқан жұмысымыздың бір жаңашылдығы 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптар және ұстаздар арасында оқуға құштар мектеп жобасы аясында квест ойыны жоспарланып отыр. Онда көркем шығармалар оқуға беріліп, білім бәйгесі ұйымдастырылады. Сұхбатыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Ашыбұлақ телеарнасының тілшісі мен Маржан Рахымжанова. Келесі сөз әріптесім Береке өзіңде. Осымен бүгінгі жаңалығымызды аяқтаймыз. Апта бойында бізден жағымды жаңалықтар күтіңіздер. Онкүндікке атсалысыңыздар. Сау болыңыздар.